Сәлеметсің бе, құрметті оқушы? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз жердің қасиеті және оның салдары, жер қабықтарының өзара әрекеттесуі деген тақырыпқа тоқталатын боламыз. Жалпы біз жер ғаламшарында тіршілік етеміз. Ең тіршілікке ыңғайлы ғаламшар барлық тірі ағзалар үшін ыңғайлысы осы жер болып табылады. Енді басқа планеталарға қарағанда жердің күнге дейінгі арақашықтығы ол жердегі тіршілікке қажетті энергия мөлшерін қабылдауына өте қолайлы қашықтықта орналасқан екен. Сонымен қатар ол біздің әлемдегі қаншама ғаламшарлардың ішінде ең ыңғайлысы. Не себепті? Өйткені Меркурий мен Шолпанға қарағанда қатты ыстық емес. Және Марс пен Юпитер сияқты суық емес. Сонда жердің қолайлы температурасы 15-5 градусты құрайды. Жер планетасында атмосфера, гидросфера және литосфера және осы үшеуіне де ортақ биосфера қабықтары бар. Яғни биос деген ол бізде тіршілік қабаты деген мағынаны білдіреді. Басқа планеталарда да бұл қабықтар болуы мүмкін, бірақ жердегідей үш қабық бірде кездеспеуі де мүмкін. Сонымен қатар атмосфера деп отырған тек жерге ғана тән қабаттың бірі. Сонымен қатар ол жердің бетін экстремалды температурадан қорғап тұратын жамылғы ретінде белгілі. Келесі гидросфера деген қабат. Яғни ол біздің планетамызда ғана дәл осындай сұйық күйде кездеседі. Басқа планеталарда ол сұйық емес, керісінше мұз күйінде, өте қатты күйінде кездесуі мүмкін. Және қатты литосфера қабығы да барлық планетада бірдей кездеспеуі мүмкін. Енді жердің өз орбитасын айналуы. Өз орбитасын айналу үшін жер бізде жылдамдығы 30 км секундты пайдаланады. Яғни толық айналып шығу үшін 365 тәулік кетеді екен. Яғни күнді біздің жер өз орбитасында айналып шығады. Яғни бұл уақыт аралығын жұлдызды жыл деп атайды. Сонымен қатар тағы да бізде галактиканы айналу да бар. Бір галактикалық жыл, яғни күн жүйесінің галактиканы толық айналып шығу үшін 280 миллион жыл кетеді екен. Сонда бізде галактиканы айналуы бар жердің, екіншіден өз орбитасы арқылы күнді айналып қозғалуы бар, сонымен қатар жердің өз осін айналып шығуы бар. Жер шартты түрде алынған ось арқылы батыстан шығысқа қарай жұлдызды тәулікте бір рет айналып шығады. Яғни бір тәулік шамамен бізде 24 сағатқа тең болады. Сонда бұл жердің өз осінен айналуы үшінші айналудың түрі екен. Жер тіршіліктің планетасы, оны жақсы білеміз. Ол күнді айнала қозғалатын планеталардың арасында тіршілігі бар жалғыз планета. Яғни жер бетінде тіршілік ететін барлық ағзалар күннің энергиясын пайдалана отырып, жердегі барлық байлықтарды пайдаланады. Яғни тіршілік пайда болуына оттектің жеткілікті болуы әсер етті. Яғни бұл деп отырғанымыз кезінде жер дәл осындай күйде болды деген түсінік жоқ. Бұрын соңды жер әлемінің барлығын су басып жатқанын, мұхит тоғандардың басып жатқандығын біз білеміз. Яғни олар уақыт өте келе құрылықтардың шығуына және судың тартуына себеп болды. Яғни бұл жерде көптеген өсімдіктер сол кездегі архей кезеңінде пайда бола бастады. Ол өсімдіктердің ішінде ең көп пайда болғаны сол кездегі балдырлар және цианобактериялар еді. Олардың көп болғандығы соншалық тіршілікте оттектің жақсы пайда болуына, озон қабатының қалыптасуына алып келді. Дәл осы тіршіліктің пайда болуына, яғни оттектің жеткілікті болуы әсер етті. Себебі тірі ағзалардың барлығы тек қана осы оттекпен тыныс алады. Және табиғи құбылыстар мен үдерістердің жіктелуі, осы
табиғи құбылыстар үдерістердің алуан түрлігі, оларды жүктеуді және жүйелеуді қажет етеді. Олар қалай жүйеленеді? Мысалы, шығу тегі бойынша, әсер ету сипаты бойынша, ұзақтығы бойынша, қайталануы және таралуы бойынша да жүктеледі екен. Географиялық қабық. Енді тірі ағзалардың барлығы бір-бірімен етене байланысты. Яғни литосфера, гидросфера және атмосфера қабаттарындағы өзара әрекеттесу осы күн энергиясын пайдалана отырып және органикалық дүниенің әсерінен пайда болады. Мысалы, мына суретке қарайтын болсақ, барлығының бір-бірімен байланысты екенін схема арқылы байқауымызға болады. Мысалы, жануарлар әлемі, тау жыныстары, су, өсімдік, ауа, бұлардың барлығы тірі ағзаларға әсер етеді. Яғни қалай әсер етеді, оны мен қазір түсіндіріп айтамын. Сонымен қатар табиғат компоненттері де литосферада жүріп жатқан үдерістерге араласады. Мысалы, табиғат компоненттері деп отырған түрлі табиғат апаттары. Ол жанартаудың атқылауы, жердің сілкінісі, цунами, немесе көшкін, тастардың құлауы сияқты табиғи апаттар болуы мүмкін. Бұлардың барлығы әлбетте жерде болып жатқан, жер ғаламшарында болып жатқан процестерге әсер етеді. Мысалы, мына жерде жер сілкінісі әсерінен барлық үлкен жер әлемі екіге бөлініп қалған байқауға болады. Бұл әрине табиғатқа әсер етеді. Және мына жерде цунамиді көретін болсақ, үлкен өркениеті дамыған қалаларда осындай цунами болған кезде олардың барлығын шайып жоққа шығарып жатады. Енді географиялық қабықтың дамуында биологиялық айналымның рөлі ерекше. Жаңа түсіндіріп айтам дегенді енді ашып айтуға болады. Мына суретке қарайтын болсақ, тірі ағзалардың барлығын көруге болады. Және олардың барлығы, ол өсімдік болсын, ол құс, жануар болсын, күннен энергия алып тұр, барлығына күн өзінің нұрын шашып тұр. Және осы жерде бір мысал келтіріп өтетін болсам, мысалы, орманды жерлерде жыртқыш аңдар әлсіз жануарларға шабуыл жасайды. Немесе біз үлкен көліктердің жануарларды, құстарды басып кететінін жиі байқаймыз. Бірақ олар мәңгі сол жерде жатпайды, Егерде орманның ішінде солай ауырып қалған, немесе жыртқыштар шабуылдаған жануарлардың барлығы жататын болса, ол орманға кіру мүмкін емес болар еді. Өйткені олардың әлбетте иісі де сасиды. Сондықтан осы кезде бізге сапрофиттер деген бактериялар көмекке келеді. Яғни ол бактериялар сол өлген тірі ағзалардың барлығын шіртеді, шірінділердің барлығын топырақтың астына ендіреді, және қалған олардың жүндері, қауырсындары барлығын жел ұшырып алып кетеді. Сонда өлі ағзалардың барлығы енген топырақ құнарлана түседі екен. Ол тыңайтқыш болып саналады. Және ол жерде өскен өсімдіктер, түрлі флора барлығына ол әсер етеді. Яғни жердің құнарлығы олардың жайқалып жақсы өсуіне өзінің септігін тигізеді деген сөз. Осындай бізде айналым болып жатады. Мысалы, судағы айналымды айтатын болсақ, егер күн қатты ыстық болатын болса, өзен көлдерден су аспанға көтеріледі, ол жаңбырға айналып, жер ғаламшарының барлығын жаңбырмен су құнарландырады. Осылайынан бізде айналым жүріп отырады екен. Құрметті оқушы, бүгінгі сабақта біз жер және оның қабаттарын өттік. Барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі сабақта жүздескенше.